Бата қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрлерінің бірі. Бата, тілек, ақ дастархан басында, түрлі тойларда, жақсылықтарда айтылады. Бата арабтың фатеке деген сөзінің қазақша айтылу түрі. Оның мағынасы алғыс айту, ақ ниет, тілек білдіру, ақсақалдар үйде бір жақсылық бола қалған жағдайда немесе сойылатын малға бата жасап, балаларға құлақ үлестіреді. Бұның бір жағында үлкенді сыйлау жатса, екінші жағында баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген ізгі ықылас игілікке деген тілектестік жатады. Қазақта батаны көбінесе келешегі алда жас өспірімдер сұрайды. Жақсылардың, көп жасағандардың, киелілердің, аузы дуалылардың батасын алуды жақсылыққа санап, ырымдайтындар ертеде осындай адамдарға алыста болса да арнайы жіберетін. Ендігі бір түрі қонағасына, сойылған соғым басына, жиналған егінге, күздікке, жауын жаумаса тасаттыққа, түрлі жақсылықтарға арналып жасалған той-томалақтарға, берілетін асқа, садақаға сойылатын малдарға берілетін бата. Мұнда батаны жас өспірімдер, балалардың сұрауы шарт емес, үлкендердің де сұрай беруіне болады. Қазақта батаның түрі тым көп. Әр адам өз білгенін айтса болады. Бірі батыр бол десе, бірі бай бол, ақылды бол, ақ сақалды, сары түсті шал бол, тағы бірі бәледен сақта дейді. Бата негізінде намаздың соңына қол жайып айтылатын дұға. Қазақ баталары сол дұғаның үлгісінде айтылатын түрлері. Оның бата берушіге байланысты ұзыны да, қысқасы да болады. Әрине, баталар да әр түрлі болады. Олардың қандай жағдайда, қай түрі қолданылатынын аңғара білу керек. Олар ел тірлігі, ұлттық намыс, азаматтық парыз, елдік тұтастық, берекелі бейбіт өмір, достық пен татулық, ағайынның адал көңіл ынтымағы мен бірлігі, жас отауға жақсылық, жорық шерулерге аттанар сарбаздар мен сардарларға жеңіс тілеу, алыс жолға ат басын бұрғандарға сәттілік, өмір жолын жаңа бастаған өренге, жаңа туған нәрестеге ұзақ ғұмыр, өнегелі жол тілеу, мұсылмандық мұратына ұю, имандылық, әділеттілік, адалдық, елдік пен ерлік, дастархан берекесі, ұзақ өмір, зор денсаулық, тыныштық, адамгершілік, тағы басқалар жайында баталар түрін кездестіруге болады. Төле би бабамыздың Қойгелді батырға берген батасы. Жүрген жерің жаз болсын, айдыныңа қаз қонсын, ұйқың күлкің аз болсын, мерейің мақтанып, елің жұртың мәз болсын. Жая берген жапырақ, атсын таңың жарқырап. Әумин. Райымбек батырдың 4-ші ұрпағы Ақбиев Досжан ақсақалдың батасы. Халқымды даласымен сақтасын, жігітті панасымен сақтасын, жаманды анасымен сақтасын, адамды өз бағасымен сақтасын. Елдігіміз нығайып, өсіп өнейік, бір Алла бізді өзі жақтасын. Ұлыстың ұлы күнінде дәулетті бақ берсін, бақытты ас берсін, ұлың оңға қонсын, қызың қырға қонсын, малың өріске толсын, дәулетіңді асырсын, дұшпаның басылсын, менің берген бұл батам, ұлыс күнге сақтап жүрген сүр батам. Құдайым малды қыл, тең құрбының алды қыл, қас сағынған кісіні қасқа шұнақ жарлы қыл. Жас түскен келінге бата беру. Отша лаула сөнбегін, еш жамандық көрмегін, қосағыңмен қосағар, құтты болсын қадамың. Келін болдың қарағым, салтын ұста ардақта, үлкен ата бабаңның ошақтан от кетпесін, үйіңнен көп кетпесін, адал болғын жарыңа, лаула оттай жалында. Бата. Құдай жарылқасын, бай қылсын, бақ қарасын, қыдыр дарысын, әулие дарысын, әруақ жебесін. Дастарханға береке берсін, ерге дәулет берсін. Шыққаның есесін берсін, қалғанның берекесін берсін.
Кең пейіл берсін, ұзақ өмір берсін. От айнала бас берсін, өріс толы мал берсін. Мал берсе, қайырлы берекесімен берсін, бас берсе, азық несімен берсін. Ахмет Байтұрсыновтың берген батасы. Құдайым жарылқасын, байғылсын, төрт түлігін сайғылсын. Кетпес дәулет кең пейіл берсін. Құрбандығың қабыл болсын, тілеген тілегіңді берсін. Аллаху акбар. Асың, асыңа, береке берсін басыңа. Бөденедей жорғалап, қырғауылдай қорғалап. Қыдыр келсін қасыңа, сенен байлық өтпесін. Тәңірі берген несібең, тепкілесең кетпесін. Желіңнің екі шетіне тай шаптырса жетпесін. Кешке келіп жамырасқан, шуылдасып маңырасқан, қошақанның енесі Аллаху акбар. Уа Құдайым қолдасын, жіберсін пейіл жолдасын. Өмірлерің ұзақтан, көгендерің тұсақтан болсын. Алдыңа береке, бақ дәулеттің шашылып жатсын. Қазаның асылып жатсын. Періштелер қорғай жүрсін. Үйің қонақтан арылмасын. Құдайым пейіл тілегіңді жарылқасын. Әумин. Соқыр Абыздың батасы. Бай бол, барша мұратыңа жет. Үбірлі шүбірлі бол. Қобыландыдай немере ұлың болсын. Құртқадай ақылды қызың болсын. Қырықтың бірі Қыдыр деген осы лебізімді байтақ әулие қолдап, періште әумин десін. Дастарханыңа береке берсін. Бастарыңа мереке берсін. Астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін. Дендеріңе саулық берсін. Әумин. Үйге қонақ келсе қуанып, өте қадірлі қонақтарға тай сойып, қонағасы беріліп, аттандыру дәстүрге айналған. Ал қой, тоқты сою бұрыннан қалыптасқан әдет. Сойылатын малды алдымен үй иесі қонақтар отырған үйдің босағасына келіп бата тілейді. Оған бата беруші адам: сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейің. Көк жайлауды жайласаң, тай құлынды байласаң. Сабан толсын қымызға, шараң толсын уызға. Өрісіңе мал толсын, ақ тілеуің жар болсын. Аттансын келген қонағың, біз сияқты риза боп, дегендей тілегін білдіреді. Қуаныш қайырлы болсын, жастар абыройлы болсын. Уайымдары жоқ болсын, көңілдері тоқ болсын. Адал еңбек арқасында табыстары мол болсын. Ала қандары ашық болсын, өмірге машық болсын. Күйбең қағып кейін қалмай, жаңалыққа ғашық болсын. Ұрпақтары ер болсын, кемеңгерлермен тең болсын. Оларды көре алмағандардың бедел берекеті кем болсын. Әумин. Уа отау иесі, қолдасын тәңір киесі. Инабатың игілікке бастасын, пейілің жамандыққа баспасын. Ошағыңның оты сөнбесін, арың мен жаның арамдыққа көнбесін. Босағаң берік болсын, қосағың жерік болсын. Көңілің ашық болсын, өмірің нәсіп болсын. Жақсының қадірін біл, кәрінің әділін біл. Өнегеңді қазық ет, ақылыңды азық ет. Сағың сынбасын, бағың нұрлансын. Ойың көсем болсын, сөзің шешен болсын. Осының бәрі сөзімнің нәрі, Құдайымның құлағына шалынып, тілеуім қабыл болсын. Әумин. Тәңірі жас жұбайларды шат өмірмен жарылқасын. Бақыттары арылмасын. Еш қашанда мұқтаждық көріп, еш адамға жалынбасын. Жастары 100-ге жеткенше, дерттімін деп шағынбасын. Жарылқа Құдай қабыл ет, жарылқаудың қамын ет. Бай ет, мамыр ет, батамды мұстажап ет. Құдайдан не тілесе соны әзір ет. Құдай тағала мұның ақ ниетін қабыл ет.
Баға алмастай малды бол, жалшы менен құлыңа, әбүйір берсін қызыңа, дәулет берсін ұлыңа. Бір Құдайым оңдасын, оң жолыңа бастасын, үйіңді түрлі апаттан, құса қайғыдан сақтасын. Үміт артқан ұл қызың, ел сенімін ақтасын. Жас келінге бата. Жетегің бұйда болсын, арқаның шуда болсын. Беретін асың болсын, көретін жасың болсын. Бесігің алдыңнан түспесін, басыңнан жақсылық кетпесін. Жамандық саған жетпесін. Қыз балаға бата. Талдай бой берсін, сұңғыла ой берсін. Жаздай жамал берсін, қардай жанар берсін. Анаға шуақ болсын, ағаға қуат болсын. Нәзік жаны болсын, елінің ары болсын. Басына өнердің бағы қонсын, ақ орданың шамы болсын. Жас жұбайларға бата. Сөзімнің пәктігін берсін, көңілдің ақтығын берсін. Жылулы отбастарыңа, сәбидің шатты үнін берсін. Пейілдерің тарылмасын, есіктерің жабылмасын. Шаршап шалдыққандар төрлеріңе дамылдасын. Көлденең кеселден сақтасын, күңкіл өсектен сақтасын. Дау жанжалдан сақтасын, достан көңіл қалғаннан сақтасын. Шайтанның азғыруынан, елдің жазғыруынан сақтасын. Асып тасқаннан сақтасын. Алшаң басқаннан сақтасын. Отауларың елге сән болсын, өмірлерің бал болсын. Бибі Фатима анамыздың аруағы өздеріңе жар болсын. Дәмге бата. Әуелі Құдай есенет, жиреншедей шешенет. Атым тайдай көсемет, Лұқпандай берегенет. Ибрахимнің бақытын берсін, Сүлейменнің тақытын берсін. Қыдыр құсы қонсын қасыңа, бұлбұл құсы қонсын басыңа. Жорытқанда жолың болсын, жолдасың қызыр болсын. Жоғары болсын жұлдызың, бақытты болсын ұл қызың. Ас иесі байысын, бар ойлаған арманың жақсылыққа сыйынсын.